Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі біздер бұл салатымыз үшін жұмыртқа және мына жерде менде бринза бар, немесе фитакса қоссаңыздар да болады. Және кукуруз керек болады осы консервідегі, және мен алдына турап алғам қызылша керек болады, свекло яғни. Біздер бірінші ұсақтап, кубиктап жұмыртқамызды турап бөлшектерге бөліп аламыз. Міне қыздар, жұмыртқамызды ұсақтап кубиктарға бөліп алдық. Енді осыны ыдысымызға салып аламыз. Енді біздер бринзамызды тоже осылай кубиктарға бөліп турап аламыз. Фитакса қоссаңыздар да болады қалауынша. Мен мына жерде бринза үйде бар еді, соны турап бринзаны қолдандым. Осылай сіздер де кубиктарға бөліп турап ала бересіздер. Міне қыздар, бринзамызды турап алдық. Енді осымыздың үстіне алдын ала турап алған қызылшамызды салып аламыз. Қалауыңызша, бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Қалауыңызша салсаңыздар, қалауыңызша турап салсаңыздар болады. Үстіне кукурузымызды салып, және майонез салып, жақсылап араластырамыз. Тұз және қара бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Қалауыңызша салсаңыздар да болады, әркім қалауынша. Енді осы салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз қасықпен. Астын үстіне қаратып, бүкіл жерін жақсылап майонез тию керек, чтобы. Енді дайын болған салатымызды арнайы тарелкаларымызға салып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын.